Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте дәмді әрі тез дайындалатын чудудың рецептімен бөлісетін боламын. Ең алдымен менің каналыма тіркеліп, осы видеоға лайк басып, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Өте дәмді, сіздерге де жасап көруге кеңес беремін. Достар, бізге керемет чудуды әзірлеу үшін 250 мл кефирге 1 шай қасық ас содасын салып, кішкене 5-10 минутқа қойып қоямыз. Одан кейін бізге 300 грамм ұн керек, яғни 1,5 кесе ұн болса жеткілікті. Осы 1,5 кесе ұнымызға жаңағы дайын болған айранымызды құямыз да, жақсылап араластырып қолмен қамыр илейтін боламыз. Қолға жабыспайтын сондай жұмсақ қамыр болады. Қамырды илеп болғаннан кейін бетін пакетпен жауып 15 минутқа қойып қоямыз. Одан кейін бізге ішіне салатын начинкасын дайындайтын боламыз. Достар, келесідегі рецепттерді бірінші болып көру үшін осы видеоға лайк басып қоямыз. Енді келесіде біз чудудың ішіне салатын салмасын әзірлейтін боламыз. Ол үшін осындай көк пиязды өте ұсақ етіп турап алатын боламыз. Бізге көк пиязбен қатар сүзбе керек болады. Мен сүзбені 250 грамм қолдандым. Сүзбемізге аз ғана тұзды сеуіп, шаншқымен осылай езіп алатын боламыз. Одан кейін дайын болған көк пиязды салып, үстіне бір жұмыртқаны салып, жақсылап біркелкі болғанша араластырып алатын боламыз. Мінекей сонымен біздің чудудың ішіне салатын салмамыз дайын болады. Достар, сіздерге де міндетті түрде осы чудуды әзірлеп көруге кеңес беремін. Өте оңай екен, дәмі керемет. Міндетті түрде сіздер де осы рецептпен жасап көріңіздер. Мінекей біздің қамырымыз дайын болды. Енді қамырымызды алып, жаятын жерімізге ұнды сеуіп, бірнеше бөліктерге бөліп алатын боламыз. Ең бірінші колбаса тәрізді етіп жасап аламыз. Одан кейін бірнеше бөліктерге бөліп аламыз. Осы 300 грамм ұннан 6-7 шариктер шықты. Міне бөлінген бөліктерді шарик тәрізді етіп жасап аламыз да, одан кейін ұнды себе отырып, өте жұқа етіп жайып алатын боламыз. Достар, міндетті түрде осы рецепті өз құрбыларыңызбен, туған туыстарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Ол үшін төмендегі поделиться белгісін басып, өз құрбыларыңызбен, туған туыстарыңызбен бөлісіп қойсаңыздар болады. Достар, бұл чуду дагестандықтардың ұлттық тағамы болып есептеледі. Міндетті түрде сіздерде жасап көріңіздер, өте дәмді. Енді ішіндегі салмасы сүзбе болғандықтан керемет болады. Мінекей шариктер дайын болды. Одан кейін осы шариктерді алып, тағы да ұн себе отырып, өте жұқа етіп жайып алатын боламыз. Өзіміздің тапамыздың көлеміне қарай бөліктерге бөліп алуға кеңес беремін. Өйткені егер үлкен қылып жайып қойсаңыздар, тапаларыңызға симай қалуы мүмкін. Мінекей чудудың көлемін осылай мен шағын етіп алдым. Сіздерге де солай жасауға кеңес беремін. Бірақ қамырымыз міндетті түрде жұқа болу керек. Өйткені біз қазір пісірген кезде майсыз тапада, яғни құрғақ тапада пісіретін боламыз. Мінекей менің қамырым дайын болып қалды. Бетіне 2 ас қасық көлемінде салмамызды салып, жартылай ғана осылай видеода көрсетілгендей етіп саламыз да, екінші жағын бір-біріне беттестіріп, жиегін жабыстыратын боламыз. Міндетті түрде осылай видеода көрсетілгендей етіп жасауға кеңес беремін. Достар, келесіде менің каналымнан шығатын рецепттерді, кешкі астың, салаттың, пирогтардың рецепттерін ең бірінші болып көру үшін осы видеоға лайк басып қойыңыздар. Және менің каналымның дамуына үлес қосып, тіркелуді де ұмытпаңыздар. Мінекей чудулар дайын болды. Енді құрғақ тапада осылай екі жағын кезектестіре отырып пісіріп алатын боламыз. Астын ақырын ашып қарап тұрамыз. Сәл қызарса болды, екінші жағын аударып пісіріп алатын боламыз. Ыстықтай күйінде шаншқымен сары майды, мен 82,5% сары майды қолданам. Сары майды осылай міндетті түрде жағамыз. Ыстық күйінде жаққан дұрыс, өте керемет болады, дәмді болады. Егер қолдың майы болса, үйде сол қолдың майында қолдануға болады. Мен мына жерде 82,5% майды қолдандым. Осылай майды жағып болғаннан кейін бетіне келесі чудуларды қойып жасай береміз. Міндетті түрде бетін майлауды ұмытпаңыздар. Бетін және келесі бетінде майлауды ұмытпаңыздар. Өте дәмді болады, достар. Сіздерге рецепт ұнады деген ойдамын. Егер сіздерге рецепт ұнаса, өз достарыңызбен, құрбыларыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Және осы видеоға лайк басып, каналға тіркелуді де ұмытпаңыздар. Мінекей біздің чудуларымыз дайын, дәмі өте керемет.
Достар, осы рецептпен сіздер де дайындап көріңіздер. Өте дәмді, қамыры да өте жұмсақ болады. Себебі біз қамырын байқасаңыздар кефирге иледік. Міндетті түрде жасап көруге шақырамын.